Ал, құтты болсын ешқа түскенің. Сен ешқа түскенің мен арқамда білесің бе? Телефон алғаның мен арқамда. Анашыма 15 күнге барып, бір ата-анамен сөйлесіп, ана кісі зияткерге апарыңыз, зияткерге сен апарсын дайын сен түстің. Айналайын. Қой? Иә. Рахмет ішке оққанына. Әрсің бір қайыр бар айналайын. Ішке оққанын пайдасы дейіп бір деп тұр ғой. Құттықтаймын. Құтты болсын ешқа түскенің. Достойын алып отыр мен телефонды. Сен ешқа түстің мына қиылын аяқ дайындалып отырсың ба? Болды. Өлі таңғалам тек. Еще бұмен қоса мектептің тапсырмасын істейсің, е? Істесін сен ғой деп едің. Енді қарындасың айфон болды деп ренжіме енді. Ол енді ақадал еңбегі айтшы енді. Енді мен де еңбегім десем, осы табысым бәрін жинағанда бір айфон алып алуға болады еді негізі мағанда. Осы сіздерге мына жаққа не соғып отқаннан кейін, не соғып жөндеп отқаннан кейін мен де өзім үлесімді қосқам негізі былай. Ой. Әлде қандай қылайын десең, айтпайын десең болмайды. Не қылайын десең болмайды ол. Сенің арқасында, сен табысың арқасында үй бітіріп жатыр екенбіз ғой. Иә. Рахмет. Ай, өздеріңіз балалар сен мақтамайсыздар, елдің баласы. Елдің баласы түк істеп отқан жоқ қой, мен ғой табыстап жүргенмін. Ойбай, рахмет айналайын. Сен болмасаң мына есік алып не болар еді? Өміріміз не болар еді? Мен де енді кетем. Сендерге қиын болатын болды. Өлмеспіз. Баршаңызға қайырлы таң. Әдемі кетті айфон ұстап қосымшаға. 30-ға мінгенде абай болшы, енді 30-да жоғалтады екен ғой. Елдің бәрі кеше қанша кісі жазған, сол 30-да жоғалтамыз телефонымызды дейді. Мұрагер балабақшада, балалар мектепте, ал мен қазір тренировкаға барамын. Жон терім шықты бүгіндікке. Ужас. Аулап кеттім. Қалайсыздар? Міне кейін есік алдысында құрылыс жұмыстары. Мына жерде кішкентай ғана кухня болады. Ал мына жерде отыратын жер. Әдейкен қылдым 30 адамда сиіп кететіндей. Мына жерде әдей кішкентай қылдым, көп болса бізде аламызда ішін мусорға толтыра береміз. Кухонный и газ болса болды деп ойлаймын.